Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Педагогика сабағы тақырыбы драмалық ойындар және олардың өзіндік ерекшеліктері. Пән мұғалімі Койкенова Маншук Егеуовна. Сабақтың мақсаты: студенттердің мектепке дейінгі жастағы баланың негізгі іс-әрекет түрі ойынның дамытушылық қызметі туралы, оның ішінде драмалық ойындардың өзіндік ерекшелігін, тәсілдерін түсіндіру, ойында қолданылатын көрнекілік құралдардың маңызы туралы түсініктерін қалыптастыру. Сабағымызды ұлы педагогтардың қанатты сөздерімен бастайық. Жан-Жак Руссо педагогикадағы ойын баланың өз ойын, тазалығын еркін жеткізудің құралы десе, Фребель мен Монтессори ойын іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру баланы әлеуметтендіру мен когнитивтік оқуға негіз болады деп ойынның бала тәрбиесіндегі маңыздылығын атап өткен. Ойын мектепке дейінгі бала қызметінің жетекші түрі. Ойын арқылы іс-әрекеттің басқа түрлері дамиды, баланың психикалық дамуына мүмкіндік береді. Ойынның бірнеше түрлерімен біз таныспыз. Бүгін біз драмалық ойындарды қарастыратын боламыз. Драмалық ойындарда мазмұн, рөлдер, ойын әрекеттері қандайды бір әдеби шығарманың немесе ертегінің сюжеті мен мазмұнына шарттас болады. Олар сюжетті рөлді ойындарға ұқсас. Екеуі де құбылыстарды, оқиғаларды, адамдардың іс-әрекеті мен өзара қарым-қатынастарын шартты түрде елестетуге негізделген. Сондай-ақ екеуінде де шығармашылық элементтері бар. Драмалық ойындардың өзіндік ерекшелігі ол ертегінің немесе әңгіменің сюжеті бойынша балалар белгілі бір рөлдерді атқарады. Оқиғаларды дәл жүйелікпен жасайды. Драмалық ойындардың көмегімен балалар шығарманың идеялық мазмұнын, оқиғалардың логикасы мен бірізділігін, олардың дамуы мен себептік шартын жақсы түсінеді. Ортақ әсерленумен қатар, балалар үйлесімді іс-әрекет жасауға, өз қалауын ұжым мүддесіне бағындыра білуге үйренеді. Драмалық ойындарды дамыту үшін мыналар қажет: балалардың ойынға ынтасын туғызу және дамыту, олардың шығарма мазмұны мен мәтінін білуі, костюмдердің және ойыншықтардың болуы. Ойындағы костюм кейіпкер бейнесін толықтырады, бірақ ол балаға жайсыз болмауы керек. Егер костюм жасауға мүмкіндік болмаса, онда қандай да бір персонажға тән ерекшеліктерді сипаттайтын элементтерді, мысалы қоразың айдарын, түлкінің құйрығын, қоянның құлағын, тағы басқаны пайдалануға болады. Костюмдер жасауға балалардың өздерін тартқан жақсы. Тәрбиеші мына әрекеттерді басқара алады. Ол ең алдымен тәрбиелік маңызы бар. Сюжеті балалардың игеруіне және драмалық ойынға айналдыруға қиын емес шығармаларды іріктеп алады. Мектепке дейінгі балалармен ертегіні арнайы жаттығудың қажеті жоқ. Тамаша тіл, тартымды сюжет, мәтіндегі қайталаулар, оқиғаның дамуының ширақтығы, осының бәрі оны тезірек игеруге көмектеседі. Ертегіні қайталап айтқанда балалар оны жадында жақсы сақтайды да, ойынға араласып, жекелеген кейіпкердің рөлдерін орындай бастайды. Ойнай жүріп балалар өз сезімдерін сөзбен, ишарамен, ыммен, интонациямен тікелей жеткізеді. Драмалық ойында балаға арнайы айқын тәсіл көрсетудің қажеті жоқ. Ол үшін ойын шын мәнінде болғаны дұрыс. Драмалық ойынын өрістетуде, ойынның сипаты белгілерін игеріп, оны рөлде ойнап көрсетуде, оған педагогтың өзінің ықылас қойып ертегіні оқып, айтып берген кезде көркемдік әсірелеу құралдарын пайдалана білудің маңызы зор. Дұрыс ырғақ, алуан түрлі интонация, пауза, кейбір ишараттар бейнені жандандырып, оларды балаларға жақын етеді. Олардың ойнауға ықыласын күшейтеді. Ойынды үсті-үстіне қайталай бастайды. Драмалық ойындарда бір мезгілде бірнеше бала ғана қатыса алады. Сондықтан педагог балалардың бәріне кезекпен қатысып шығатындай етуге тиіс. Мектепке дейінгі балалар рөлдерді бөлісерде балалардың ынтасын, тілегін ескереді, ал кейде санау қолданылады. Сабағымызды ұлы педагогтардың қанатты сөздерімен қорытындылаймыз. Бала ойынында қалай болса,
кейін өскен соң жұмыстарда көп жағынан ұқсас болады. Сондықтан болашақ қайраткер ең алдымен тәрбиені ойын арқылы алады. Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті. Ол арқылы балалардың рухани сезімі, жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. Сухомлинский. Назарларыңызға рахмет.